геометриялық прогрессияның соңғы мына бір үш есебін шығарып тастайық. Сонымен басқа тақырыпқа өтеміз кейін. 17-25 есеп. Қосындыны екі қосындыға бөліктеп аламыз. Екінші қосынды ол 4-тен 3-тен басталады. Неге бұлай істеліп атқаны? Бір қарасаңыз түсінікті шығар деп ойлаймын. Өйткені екі жақшаның ішінде бөлек-бөлек екі кемімелі, шексіз кемімелі геометриялық прогрессия аламыз. Олардың қосындысын оңай есептеуге болады. Сол үшін берілген қосындыны екі осындай қосындыға жіктеп алған дұрыс. Міне, енді екі қосындыны есептейміз. Біріншінің қосындысы S1 болсын, екінші қосынды S2 болсын. Есептейік. Бірден есептей берейін. Бірінші мүшесі 3-тен 1. Бір азайту еселігі де 3-тен 1. Екінші қосылғышты да дәл осылай есептей саламыз. Бірінші мүшесі 4-тен 3 және еселігі де 4-тен 3. Олай болса, бірінші бөлшектің бөлімінен 3-тен 2 шығады, содан 2-ден 1 болады. Ал екінші қосылғыштан 4-тен 1 шығады, содан 3 болады. Яғни 3,2-ден 1 болады, немесе 3,5. Мұны осылай жеңіл ғана шығады. 17-26 есеп. Бұл жерде де шексіз кеммелі геометриялық прогрессия екені көрініп тұр. Сондықтан бірден бастап шығара береміз. Бірінші мүшесі x-тің -2 дәрежесі, екінші мүшесі x-тің -4 дәрежесі. Яғни еселігі де x -2-ге тең. Олай болса, қосындысын бірден жазамыз. Бірінші мүшесі x-тің -2 дәрежесі, бір азайту еселігі де x-тің -2 дәрежесі. Немесе теріс дәрежелерден 10 дәрежеге өтетін болсақ, онда бөлшегіміз бұлай болып шығады. 1 бөлінген x-тің квадраты азайтылған 1. Осыны 8-ден 1-ге теңестірсек, біз теңдеу аламыз. Бір тексеріп жіберейін. X квадрат -1 болады. Осындай шығады. Дұрыс. Енді квадрат теңдеу аламыз. X квадрат -1 тең болады 8-ге. Одан x тең болады +-3-ге. Қосындыдағы x-тің барлық дәрежелері жүк дәрежелері болғандықтан, мына x-тің 2 мәні де берілген теңдеудің түбірі болады. Болды. 17-27 есеп. Бұл жерде былай дейді. Берілген шексіз кемелі прогрессияның бірінші мүшесін тап дейді, және еселігін тап дейді. Ал берілгені былай дейді. Екінші мүшесі А2 6-ға тең дейді. Ал мүшелерінің қосындысы дейді, шексіз кемелі прогрессияның. Ол сол прогрессияның мүшелерінің квадраттарының қосындысының 8-ден 1-не тең дейді. Ол деген сөз А1 квадрат қосылған А2 квадрат қосылған және сол сияқты. Міне берілген шексіз кемелі прогрессияның мүшелерінің квадраттарының қосындысының 8-ден 1-не тең. Сол алғашқы прогрессияның қосындысы. Қосындыны біз былай жазсақ та болады. Мен әдейі өшіргенде осы жерге жазып қойсылайын. А1 бөлінген 1 азайту оның еселігі. Ал қалай шығарамыз? Бірінші берілген прогрессияның
өзін жазып көрейін. А2-сі 6 болса, олай болса, бірінші мүшесі сол екінші мүшені еселікке бөлгенге тең болады. Ал үшінші мүшесі сол екінші мүшені еселікке көбейткенге тең болады. Болды. Бізге керек осы. Ал енді осылардың квадраттарын жазайық. Квадраттары 36 бөлінген Q квадрат болады. Бірінші мүше A1 квадрат бұл. A2 квадрат ол 36-ға тең. Ал A3 квадрат 36 Q квадратқа тең. Деп, солай ары қарай кете береді. Олай болса, біз мына қосындыны есептеуге әрекет істейміз. Ол да шексіз кемелі прогрессия болады. Сондықтан оның қосындысын біз шексіз кемелі прогрессияның қосындысы түрінде табамыз. Ол бірінші мүшені, яғни 36 бөлінген Q квадратты бөлеміз бір азайту өзінің еселігіне енді. Өзінің еселігіне. Бұл прогрессияның, яғни алғашқы прогрессияның мүшелерінің квадраттарының қосындысы деген прогрессияның еселігін біз Q1 деп ала салайық. Q1. Ол неге тең болады? Оны мынау алғашқы екі мүшенің қатынас түрінде табамыз. Q1 бір шетке тауып алайық. 36-ны екінші мүшені, яғни бірінші мүшеге бөлеміз. Q квадратқа. Содан шығатыны Q квадратқа тең болады. Яғни квадраттардың қосындысы деген прогрессияның еселігін біз алғашқы прогрессияның еселігі арқылы таптық. Q квадратқа тең. Олай болса, мынау қосындыны жазатын болсақ, 36 бөлінген Q квадрат бөлімге түседі. Және жақшаның ішінде бір азайту Q-дің квадраты болады. Бұл не дегенде? Тағы да айтамын. Бұл мына алғашқы прогрессияның мүшелерінің квадраттарының қосындысы. Соны таптық міне. Ол неге тең дегенде? Ол мына жерде сол жақтағы қосындыға тең. Олай болса, екеуін теңестейік. Бірақ A1-дің орнына 6 бөлінген Q-ды қойып жібереміз. Сонда 6 бөлінген Q бөлімге түсіп кетеді. Бір азайту Q-ға көбейтіледі. Тең болады. 8-ден 1 көбейтілген. Мына қосындының орнына әлге тапқан формуламызды қоямыз. Бөлінген Q квадрат бір азайту Q квадратты біз бір азайту Q және бір қосу Q деп жазып жібереміз. Ол да өзінен өзі түсінікті. Міне енді қысқаратын көбейткіштерді қысқартамыз. 8 бенен 36-ны қысқартамыз 4-ке. 2 болады. 9 болады. Ал 6 менен 9-ды да қысқартамыз 3-ке. 3 болады. 2 болады. Кейін көбейтіп жібереміз. Сонда 2 Q-ға көбейтіледі. Одан 1-ге көбейтіледі. Біз оны 2 Q-ды квадратқа көбейте салайық. Сонда 4 Q квадрат болады. Қосылған 4 Q болады. 4 Q болады. Және азайтылған 3 болады. Міне осындай квадрат теңдеу аламыз. Бұдан біз алғашқы прогрессиямыздың еселігін тауып шығамыз қазір. Дискриминант 16, азайту 4 көбейту минус 3 плюс болып кетеді. Олай болса 16, 48, 64 бұл 8-дің квадраты болады. Бұдан Q-ды табатын болсақ, минус 4 плюс минус 8 бөлінген 8-ге. Одан 2 мен шығады. Минусын алатын болсақ, минус 12 8-мен қысқарады. Минус 2-ден 3 болады. Плюсын алатын болсақ, 2-ден 1 болады. Ал прогрессиямыз шексіз кемел болғандықтан Q
еселіктің модулі бірден кіші болу керек. Онда мынау бірінші шешім сай келмейді. Ал екіншісін аламыз тек. Яғни біздің іздеп отқан прогрессиямыздың еселігі 2-ден 1-ге тең екен. Ал енді бірінші мүшені табуымыз керек. Оны сонау тауып қойған формуласы бойынша 6 бөлінген Q бойынша таба саламыз. Бірінші мүшесі 6 бөлінген Q. 6-ны 2-ден 1-ге бөлсек, әрине 12 болады. 12 деп жаза салайын. 12 деп. Міне бұл 17-де 27-ші есептің шешуі. Жақсы, сау болыңыз.